Армысың, қазақ елі, армысыз, қалайсыздар, есенсіздер ма дегендей ғой. Бірінші рет менің каналыма келіп отырған кісілер, менің атым Абзал Жаңабай, Тараздың тумасы. Қазір Нью-Йорк қаласында, Америка құрама штатында тұрып жатырмын. Менің тех обзор дедім ма, тех ревью дедім ма, қалай болады? Жалпы әлемде технология жағынан қандай жаңалықтар болып отыр, не болып отыр, соны барынша қазақ тілінде көрсетіп, сіздерге жеткізуге, ең бірінші болып жеткізуге мен тырысамын. Сондықтан менің YouTube каналыма жазылып қойыңыздар, лайкты басып қойыңыздар осы видеоның, және мына колокольчик болады, соны деп соны басып қойсаңыздар, келешекте болатын жаңа видеоны сіз өткізіп алмайсыз. Ал бүгін біз сіздерге жаңадан Tesla S-ке қысқаша ревью жасап өтеміз. Енді кеттік, бастайық. Ал ағайын, мінекейіңіз біздің жаңадан алған Tesla-мыз. Біз өзімнің балапаным алдым, Алан деген ұлыма, осы жақта туылған Америка құрама штатының азаматы. Жалпы бұндай батарейкамен жүретін, кіші балдырға арналған көліктер, ойыншықтар өте көп негізінде. Бірақ бағалар әртүрлі, көбісін Қытай жасайды, сапасы деген сияқты. Ал біз енді негізі көбінесе қарайтын болсақ, біз сапаға қатты қараймыз. Біз Тесланың өзінен алып отырмыз. Тесланың өзінен. Біріншіден, бұның бағасы. Бағасын мен сізге кешірек айтып өтемін. Машинаның сапасы өте жоғары. Мынау қолданған материалы өте мықты. Бұны коллаборация жасап отыр. Тесланың өзі ойыншық шығармайтын болғандықтан, Тесланың инженерлері құрастырған дизайнерлермен істеліп отыр бұл көлік. Және мынау Radio Flyer деген компания бар. Radio Flyer негізінде бұл компанияның құрушылары итальяндық иммигранттар. Италиядан 1900 жылдың басында осы Америка құрама штатына, Чикаго қаласына көшіп келген. Енді бұл компанияның басында сол кезінде осыны ашқан иммигранттың немерелері жүргізіп отыр. Компания жалпы уже 100 жылдан асып кетті. Бұл компанияның уже өмір сүріп жатқанда. Ойыншықтары маған қатты ұнайды. Біз осы компанияның өзінің ойыншығынан алып тұрамыз. Біріншіден, бұның сапасы. Компания сізге 3 жылға дейін гарантия бере алады, гарантия кепілдік бере алады. Ол енді кепілдік сіз қосымша сатып алсаңыз болады. Әр түрлі жағдайда сынып, құртылып, мысалға кетсе, сіз сол кепілдік арқылы басқа ойыншықты мысалға ауыстырып алуға деген сияқты мүмкіндігіңіз бар. Екіншіден, бұның скорості, жылдамдығы 2 сатыда жылдамдық, ол 3 миль сағатына және 6 миль сағатына. Одан кейін, мына жақта хедлайтты тұр, фарларын көрдіңіз, бассаңыз, фарлары жанады. Қазір бізде неде тұр екен ғана? Зарядкада тұр екен ғана. Зарядкада тұрғандықтан, қазір 1 секунд зарядканы алып тастайық. Қазір қосып жіберейік. Міне, оны қосу керек екен. Жіберейік. Мына фараларды көрдіңіздер, фаралары жанып тұр. Мына зарядта тұрса, машина жүрге қосылмайды. Сондықтан бұны зарядтан өшіреміз. Машина жүргізу үшін сәй ғана нені бастық, газын басасыз, акселерейт дейді, соны бассаңыз, көлік қозғалысқа келеді. Қосымша фараларын өшіріп қосасыз. Одан кейін, мына көлік, мысалға, алдыға жүру үшін, балаңыз стрелканы жоғары басады да, газды басса, алдыға жүреді. Мына стрелканы басса, артқа жүреді. Одан кейін, өзінің сигналы бар. Және сіз бұл жаққа MP3 пилалар қоссаңыз болады. Мысалы айтарық, Ирина Қайратованың әнін қосып қоясыз. 5К-ны қосып қойдыңыз, болды. Өлең ойнай береді. Тағы да бұл көліктің бір үлкен ойыншықтың бір айырмашылығы. Ең бірінші литиондық батарейкасы бар ойыншық. Бұл Теслада. Ашатын болсақ. Міне, көрдіңіздер ғой. Мына батарейканың несі қазір қуаты көрсетіліп тұр. Қоса салайыншы айтпақшыдай. Мына зарядный устройствосы Тесланың өзінен көріп отырсыздар. Бұның бәрі Тесланың тура өзінен. Батарейканы сіз
алудың қажеті жоқ. Көбінесе мынау Қытайдың ойыншықтарына қарайтын болсаңыз, осындай батарейканы алып, бізде басқа бір несі бар, ойыншығы бар баланың. Ол жақта батарейканы алу керексіз, зарядқа қою үшін. Ал мына жақта көрдіңіз бе, қандай істелінген? Батарейканы алуның қажет жоқ. Мына жақтан қостыңыз, зарядты ала береді машинаңыз. Міне мына жақта сіз мынаны ашып, скоростын ауыстыруыңызға болады балаға. Вот, жалпы осындай. Және осы Tesla машиналарында тұрған литиондық батарейкамыз, міне осы мына батарейкалар. Қандай жасқа дейін, 8 жасқа дейінгі балаларға мінуге болады бұл көлікті, ойыншықты. Салмағы 40 килограммға дейін отыруға болады. Осылай балам алып бердім, ойнасын, күлсін, жүгірсін. Біз өзіміз жалпы зат алсақ, көбінесе сапасына қараймыз. Сапасы мықты болғандықтан ұзаққа жететін болады. Вот қысқаша, қысқа нұсқа осындай шолу жасап өттім. Енді болашақта көре жатармыз. Баламның өзінің каналы бар. Егер балдарыңызға көрсем десеңіз, осының астында сілтеме болады. Алланың өзінің каналы бар. Кіріп, балдарыңыз көріп, ағылшынша үйренсе болады. Сол каналда көбінесе менің балам ағылшынша үйретеді. Рахмет көргендеріңізге, каналыма жазып қойыңыздар. Менің инстаграмыма кіріп қосылыңыздар. Мен күнделікті инстаграмда осы Америка құрама штаты Нью-Йорк қаласы жайлы күнделікті сторисы түсіріп, сұрақ жауап алып деген сияқты сондайларды жүргізіп отырамын. Және менің орысша каналым бар. Орысша каналыма өтіп жазылып қойыңыздар. Мына осы видеоның астында сілтеме болады. Менің өзімнің орысша каналыма сұрақ өтіп жазылып, күнделікті не болып жатқанын көріп өтсеңіздер болады. Көп рахмет, сау саламатты болыңыздар. Келесі видеода көріскенше.